Кірді ма? Бәрекелді, кірді. Олай болса, ойынға қош келдіңдер. Кино көргіштер. Бұл 5-ші пакет және бүгін болатын тақырыптар назарларыңа ұсынылып жатыр. Көргеніме қуаныштымын. Бүгін ойнайтын Жазира. Сәлем. Қояқпыз. Ертуған. Және Мағжан. Ертуған сәлеметсіз, қалайсыз? Жақсы, өзің қалай мәке? Жақсы. Марк дейді. Марк Дакаскс ба? Марк Твен. Марк Уолберг. Уолберг бар, Не болды, не істеп қойдыңдар ма? Бүткіл карталардың бәрін раскрывать етсіңдер. Так, бұл бізде 5-ші пакет. 5-ші пакетті бастайтын бүгін Жазира. Ал тақырыптар түсіндіре кетейін. Кадр сурет беріледі, фильмді атау керек. Марктар өздерінің түсінгендей. Марк есімді адамдар. Әуедегі фильмдер. Бұл бізде авиацияға байланысты және көп жауапта көп фильмдер катастрофаға ұшырайды. Сол жайында слоган, фильмнің слоганы беріледі. Фильмді атау керек. Минимал постер. Түсінікті. Қызық сипаттама дегеніміз орысша айтқанда абсурд описание. Ал Жазира, дайынсың ба? Иә, дайын. Қарсыластарға қандай девизің, қандай фильм көрдің соң? Фильм? Сериал көрдім мен. Утраченный символ деген. Детективный сериал. Жақсы. Қарсыластарға сәттілік. Өзіме жеңіс дейсің ба? Кеттік ал, таңда. Минимал постер 100. Минимал постер 100 ашылып жатыр, дайын болыңдар. Ертуған. Топ Ган. Шыққан жоқ қой? Шықты. Ең шықты. Ол меспәне. Топ Ган адамды самолетпен жүрмейді шығар? Кім ғой анау? Иә, Мағжан. Кім ғой? Сделано в Америке емес па анау? Том Круз. Жоқ, ол емес. Онда 300-сі қалды десе, Жазира. Бірақ қысқа қалды. Аслында не жалды? Неше жасы? 4 па, 5 па сондай. Жазира? Кадр 100. Кадр 100. Ол Рианна ма? Аяна. Иә. Білмеймін агенім. Фильм ойын атауымен аталады. Бізге бала кезде мектептен жақсытамыз. Партадан. Контр. Партадан. Батлшип. Морской бой. Морской бой. Қызық сипаттама 100. Қызық сипаттама 100. Бас кейіпкер ағылшындармен күресудің ең тиімді тәсілі қылышпен емес, би арқылы деп барлық шотландиялықты өріске жинайды. Бұл абсурд. Барлық шотландиялықты өріске жинайды. Ағылшындармен күресудің, соғысудың. Храброе сердце на ванну леткен. Сол ма? Сол. Кеттік. Дальше. Слоган 100. Слоган 100 дейді. Олар оны бостандығынан айырды, ол олардан барлық үшін кек алады. 2012 жылғы фильм. Джон Уик па? Джанго. Кек алатын беде ол жерде. Қашанын көрген. Иә, құлдық үшін барып өлтіреді оны. Жазира? Марктар 100. Ал кеттал, дайын болыңдар. Бұл актердің фильмографиясында қазақ киносын көруге болады, және бұл Мағжан. Дакаскс айтып кеттің ба? Дакаскс. Кеттік. Мағжан. Марк 210-да.
Актер боец фильмін продюсерлік еткен үшін Оскарға ұсынылды. Сонымен қатар отступники фильмінде екінші Ой, план ё-моё. ертуған. Марк Уолберг. Иә. Бол, марктер тасылды ғой. Мен білетін Марк. марктерді. Жүлетіне тасылды. Бірақ Марк білемін. Ол Гарвард студенті, алайда ол туралы фильм Гарвард қабырғасында түсірілмеген. Иә, Жазира. Марк Цукерберг. Жақсы, жақсы. Жазира. Давайте Марк 400. Мақпылдау деймін бәріңе. Охотники на лис фильмі үшін актер Оскарға номинант болды, ал Эдвард Нортонның рөлден бас тартуы актерға кино әлемінің танымалдылығын әкелді. Жазира. Марк Руффало. Басып үлгермей қалдым. Басқа марктарды білейін, сол үшін Марк таңдамаймын. Минимал постер 200. Минимал постер 200. Ай, шықпады ғой. Жазира. Так. Бегущий в лабиринте? Менде шықпады. Сол. Тапты. Сен үлгертпей жатыр ғой, мағжан шығар. Жоқ, андай айналып жатыр, короче, бүйтіп ше андай. Шықпай. Жауап сол аш не істеп бол. Кеттік, Жазира. Давай. Кадр 200. Кадр 200. Мағжан. Марк Уолберг бұны. Иә, Керан айтып Мағжан айтады қазір. Қазір. Уолберг. Ё-моё, ұмытып қалдым, әкенен көргенмін. Руффало. Қазір жоқ. Tell me if you wanna go. Мақал еді, да, өлең аты. Иә, әнші қыз Go home дейтін ғой. барда ән айтудан басталады. Иә. Хоть раз в жизни. Сен айтып едің ғой маған осы енін. Кеттік, Жазира. Слоган 200. Хаос әлеміне қош келдіңіздер. 2008 жылғы фильм. Хаос әлемі деп бір қаланы айтып тұр бұл жерде. Готэм ба? Мальчишник. Иә, Готэм. Примерно ана не айтқан ау деп ойладым ше. Джокер. Қызық сипаттама 200. Қызық сипаттама 200. Құпия сұрақ. Құпиялы сұрақ кімге береміз? Иә, үстінен басады. Кімге берейін, білмеймін. Мағжанға. Кімге? Ертуған. Мағжан дейді. Сонымен Мағжан жауап беру керексің. 200. Байқаусызда активацияланған бұл ойын Fortnite ойынның алғашқы нұсқасы дейді. Бұл қызық сипаттама, абсурд сипаттама. Fortnite ойында алғашқы нұсқасы дейді. Уақыт. Знаю, брат. Жоқ, білмеймін. Думанджи. Fortnite ойны қалай еді? Ойнап қояйық. Мағжан. Әуедегі фильмдер. Екі бас кейіпкердің рейста ауа райы қолайсыздығына байланысты кейінге шегерілді. Біріншісі тойына, екіншісі операцияға асыққан кейіпкерлер жеке ұшақ жалдап бірге ұшуға шешім қабылдайды. Ох, ё. Титаник, Уинслет, Эдрис Эльба, Негр ма? Между нами горы деген. Иә. Осы 2022 деп қателеспесем. Әуедегі фильмдер 200. Мағжан, кімге береміз? Жазираға. Білмеймін ғой. Даниил Козловский мен Дензел түскен екі фильм орыс прокатында бірдей аталған. Бірақсыз. Дензел Вашингтон. Бірақсыз ғой. Жауап? Қазір бір сөз ба? Бұл экипаж. Көрмеген мұндай фильм. Жазира.
Самолет. Минимал постер 300. Минимал постері 300. Шығып жатқан жоқ па мына сурет? Ертуған басып жатыр. Мен бас. Үлгердің ба? Иә. Малыш на драйве. Мағжан, сенде ашылмай жатыр ма? Андай айналып тұр андай. Ұзақ болып отыр, интернет жайылып тұр ма? Интернеттің жай шығар. Марктар. Вроде нормальный интернет. Марктар дейді, 500. Төмендегі фильмдердің режиссері: Жаздың 500 күні, Жаңа өрмекші адам, Одаренная. Марк. Судное лето деген жаңағы кім емес пе? Марк Уэбб. Иә, жас режиссер. Ертуған. Кадр. Кадр 300. Мен көргем. Аты қандай еді? Подсказка. Короче, бір қызбен ие ауыса тұра ма, сондай кажется. Или ол емес. Мағжан. Отпуск по обмену ма? Минустан шығарайын дедім ба, Жазира? Кеттік, Мағжан. Айтпаймын. Көмектесейін дедім. Оны үйге қайтарыңдар. 2015. Жалғыз адам. Жауап не? Жалғыз адам. Фильм. Мағжан? Маршин? Марсианин? Бір ғана жай подсказка дейсің ғой. Кеттік, Мағжан. Әуедегі фильмдер. Әуедегі фильмдер. Ол түскен барлық фильмде құтқарушы қызын, әйелін, ұлын пойызда, енді міне ұшақты. Ол түскен қандай фильм? Мағжан? О, ё-моё. Мынау Лям Нисонның киносы ма? Солай сияқты. Солай. Жауап. Недегі фильмі қандай еді қазір? Ё-моё. Маршал емес. Уақыт. Білмеймін, брат. Пас. Қарсыластар? Пассажир ма? Воздушный маршал ғой, ё-моё. Маршал ғой сол. Енді есіме түссе ба. Жазира, егер нұсқа болмаса пас бассаң, бірден жауап шығады. Көрдім. Ол үшін жоқ. Слоган 400. Слоган 400. Туылғаннан көшбасшы. Бұл мультфильм. Ертуған? Король Лев. Емес па? Иә. Иә, Жазира. Бэйби босс қой. Иә. Жақсы. Жазира. Кадр 400. Кадр 400. Мен анда білген. Шықты ма? Шыққан сияқты. Подсказка. Гарри Поттер емес па? Короче, мынау главный герой андай по времени сағатпен, короче, арқа бара алады сондай. Мағжан? Мой френд из будущего. Сен сурет көріп айтып отырсың ба? Әлде описаниеден ба? Описаниеден? Ана жігіт артқа қарай кетіп қалып, кім ғой анау жаңағы, кім еді жаңағы қыз? МакАдамс, Рэйчел. Мағжан? Әуедегі фильмдер. Шынайы оқиғаға негізделген бұл фильм атауында топоним бар. Екінші ұшқыш рөлінде Аурон Экхарт. Ертуған? Чудо на Гудзоне. Жақсы. Минимал постер 400. Минимал постер 400. Ертуған? Кингсман. Шықпай қалды сурет. Магаға шықпайтын біліп әдейі постерлерді тыңдап отырайын ғой. Постер 500. Мага суретті сипаттап берейін. Екі аяқ киім, біреуі қисайып тұр. 95 жылғы фильм. Форест Гамп. Айт Мага Форест Гамп деп.
Аяқ киім біреу қисайып тұр. Подозрительные лица. Жақсы. Ертуған. Әуедегі фильмдер 500. Әуедегі фильмдер 500. Бұл фильмдегі басты рөлді сомдайтын кейіпкердің мамандығы акустик. Жазира? Черный ящик. Қара жәшік. Көрдің бе? Ура! Қайттыға маға. Көргенсің ба? Сен Көрген я. көрмедің сонда жандос. Аха, Мага көрмедім ба? Айтпа. Жазира айтшы. Бұл Жазираға, Иә, қоссаңдар да жетейді. Жазира айтшы күшті кино ғой, Күшті, я қызық маған. Жазира? Жарым қараймын. Так, қызық сипаттама 300. Постапокалипсис осыны оқи алмай қойдымша. Әлемде жанармай валюта, бас кейіпкер тостердің бөлшектері қосылған көліктерді де жүргізе береді. Сонымен қатар пневмат қарумен еш мүлт кетпейді. Постапокалипсистік әлемде жанармай валюта. Иә, Ертуған. Добро пожаловать в Зомбиленд. Добро пожаловать, мен деген не сол? Постапокалипсистік. Постапокалипсис. Безумный Макс шығар. Иә, Mad Max. Bad Max. Так, Кадр 500. Шықма сурет. жақсы. Иә. Не бар екен? Итан Хоук. Мұрты бар. Мұрты бар Итан Хоук. Иә, уақытқа байланысты. Қайсы ол киносы Итан Хоуктың? Ертуған. Этот Патруль времени. Predestination дейді. Өте жақсы. Ертуған. Сипаттама. Қызық сипаттама 400. Жұмысын тастап, өзінің құрбысымен круизге бірге аттанбас бұрын, ол тынбай жұмыс істеп, өзінің әріптестерінің бөлшектерін ұрлайды. Өзінің құрбысымен круизге бірге аттанбас бұрын, тынбай жұмыс істеп, өзінің әріптестерінің бөлшектерін ұрлайды. Титаник, да? Валли. Әріптестерінің бөлшектерін ұрлайды дейміз. Қызық сипаттама 500. Үлкен әпкесі сіңілісінің телебағдарламаға қатысуына кедергі жасайды. Жазира? Голодные игры. Hunger Games. Ура! Жақсы, өте жақсы. Және слоган 500. Ол қорқыныштың не екенін білмейді, ол кінә артуды білмейді, ол ештеңе білмейді. 2003 жылғы фильм. Бір сөзбен айтқанда, ол тупой. И еще тупее тупого. Тупой еще тупее. Агент Ой, Джонни да. Инглиш. Мистер Бин ба? Иә. Сонымен бізде екінші кезең. Бірінші кезең Көк дейді. Жеңістен ғой. ойынды бізде Мағжан бастайды екен, ал Мағжан бастамас бұрын тақырыптарды түсіндіре кетейін. Жалпы бізде қазір өздерің көріп отырғандай бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша Жазира көш басында, бірақ әлі бізде 60 сұрақ бар. Сондықтан жігіттер еш мойымаймыз. Тақырыптар кино және шарап. Мәтінде шарап бар, жауапты шарап, жалпы шарапқа байланысты. Көк. Бұл көк кейіпкерлер, көк түсті кейіпкерлер туралы мәтін сұрақтар. Әшейін сән ғой. Бір дизайнер фильмдерді сән киімі арқылы сурет салған, сол суреттерді көрсетем, фильмді атау керек. Көтер қолыңды. Бұл фильмдегі кейіпкердің бірі екінші кейіпкерге пистолетті бағыттайды, яғни сол қолын көтеретін актерді атау керек.
пистолет кімге бағытталған? Сол актерді, кейіпкерді емес, актерді атау керек. Уақытқа қара. Бұл бізде фильм, яғни уақытқа байланысты фильмдердің тест нұсқасымен. Уақытқа байланысты фильмдердің бойынша сұрақтар тест нұсқасымен. Және смайликтер арқылы сериалды табу керек. Мағжан, соңғы көрген фильм сол баяғы каскадер ма? Әлде жаңа бірдеңе бар? Жаңа емес, ескі кино көріп жүрмін қазір. Жалпы сол. Соңғы рет қандай фильм көрдің деген сұрақ. Менде ма? Иә. Ип Ман 4 көрдім. Ип Ман 4? М, Жақсы, кеттік онда. Таңда. Кино және шарап 200. Оның осы маркасын жарыс фильмінде бірнеше рет көруге болады. Кімнің? Мольт and Чандон деген. Мольт емес, майот қой, майот. Майот па, иә. Дұрыс, иә, Оның майот. деген не айту керек сонда бізге? Гонкадағы. Соны айту керек, майот деген. Шампан ғой ол, иә, білеміз ғой. Шарап дегенде тек қана шарап емес, басқа да осындар, иә? Иә, түсіндім. Иә. Жоқ, мен просто дегенде кімнен қандай компанияның екенін деп оқып қалдым да. Мағжан. 500 дашын. Танымал латын фразасын YouTube желісіндегі каналдың бірі вино сөзін киноға ауыстырған. Қалай еді? Fine ба? In vino veritas деген. Хорошо, 300. Латын сөзі ма? Және танымал вино шарабының атауында кездесетін бұл сөз, сонымен қатар кино жанры. Yok. Нуар. Кино нуар. Көк. Көк 200. DC комикстары негізінде түсірілген бұл фильм 2023 жылы жарық көрді. Көк кейіпкерлер туралы тақырып. Жазира? Жук. Голубой жук. Синий жук. Так. Смайлик сериал 200. Дайын болыңдар басуға. Ай шыққан жоқ. Ертуған. Игра в кальмара. Мағжан, может, Ау, шығып қайттан кіресің? нормально брат, ара бер. Шығып қайттан кірсеш? Жоқ, нормально, ара бер. Давай. Ертуған? Көк 100. Көк 300. Француз әдебиетіндегі бетперде киген қылмыскер, ол туралы 20 ғасыр ортасына дейін бірнеше фильм түсірілген. Халық арасында оған көк сөзі қосылып айтылады. Қазір. Мағжан? Синий фантомас. Жақсы, өте жақсы. Кино және шарап. Өзінің сүйіктісінен айырылған ол теңесіндегі татуды вино мәңгілікке деп өзгерткен. Негізі өзгерткен сөз бұл жерде вино сөзі. Басқаша болған, соны виноға өзгерткен. Дино. Кино. Джонни Депп, Вайнона Райдердің құрметіне. Вайнона мәңгілік. түсіндім. Винона деген сөзді вино деп қалдырған. Жақсы. М4 600. Продюсер Марта де Лаурентис осы сериалды түсіру идеясы дастархан басында кьянти ішіп отырғанда келгенін айтады. Кьянти деген. Флоренциялық вино түрі. Және бір қылмыскер осыны айтады, осы фразаға қосады. Ганнибал. Молчание Игнаттағы соңғы фраза. Игнат.
Майкл Тарнат дейсің ғой. Тарнат Мажан? 200. Көтер қолыңды 200. Көріп қойым мағжан саған көрмейді ғой. Шықпадың мен? Шықпадым менде. Ешкімде шықпады ма? Кім ғой? Брэд Питт, короче. Брэд Питт. Қару тақап тұр. Иә, Жеті. жоқ, Анджелина кімге? Джолиге. А? Жоқ. Кімге? Кейіпкердің атын айту керек. Кевин Спейси. Мағжан, чисто немен алып отырсың ба? Описаниемен. Мағжанға айтпай ақ қойықшы. Көтер қолымды 300. Қайта оған сурет ашылмай қалып аман қалып қой. Ертуған? Актердің атын білмеймін. Актерді айту керек па? Иә. Хафиз Бюйра ғой. Анау Ашық бір Юра? отельдегі администратор емес па? Аты Жоқ. кім? Ол. Хафиз Бюйра. Не ғой, бандит. Один маман. Мағжан? Джо Пеши. Жоқ. Екіншісін білмеймін. Дэниел Иә. Стэн. Екіншісі Пеши ғой. Я бәрі пеши деп дейді екен. Мағжан? Уақытқа қара. 10 болды. Уақытқа қара, бұл жерде 5, 9 және 4, 7 деген жауап тұр. Сұрақ: Миллер ғаламшарында 1 сағат қанша жылға созылды? Жазира, қай нұсқан? Үстінен басасың. 7-нің иә. Миллер ғаламшар деген қаяқ? Интерстеллар. Сол Миллер деп аталамыз ол жерде ғаламшар. Мен барасың. Ема қалай жетіп алғансыңдар? Жазира. Смайлик Смайлик сериал 300. Мағжан ашылды ма? Жоқ. Ойланып тұр. Жақсы. Демон, роль, қала, туған күн, бір. Праздник, детектив. Розовая пантера емес пе? Люцифер. Люциферді ойлап ем. Мен бірақ детектив дедім да, ол детектив. Иә, детектив еді ғой. Ана қызбен сыйшық болды ғой бізге бірге, ана қызбен. Иә, жақсы. Ол есік, қыз жігіт. Қол есік, қыз жігіті бар десей. Мен аты сериал біліп көрмеймін, есіме түсіп тұр аты. Тура мағынада деп қойдым. Постучись в мою дверь. Жаңағындай неде екен ғой, иә. Турецкий ма бұл? Жоқ, российский что ли? Да. Жазира? Смайлик сериал 500. Смайлик сериал 500. Хан банау? Иә. Иә. Ханды хабарлама жіберген басында? Жалпы сол қаннан қуыңдар, қаннан қусаңдар болады, сол тек қана. Қан қай жерде? Слава пацана, ой, ё-моё, мынау мынандай қарапайым десей екен. Сериалдың сюжетін ойлап отырмын ғой мен. Жазира? Смайлик сериал 600. Жақсы. Жазира? Wednesday сериал атысында ма? Дұрыс. Так, әшейін сән қойып көрейікші, 200. Жазира? Заводной апельсин. Мағжан ашылып жатыр ма? Ашылып, чуть кешіп ашып жатыр. Жазира? Әшейін сән ғой 300. Күшті екен мына. Карта. Мағжан? Карта деген кейде бастауға. Карта деп айтпаңдар маған. Бірінші әріпті де айтпаңдар десір. Әшейін сән ғой. 400. 2004 жылғы фильм. Тура мағынасында деп айтса да болады. Джонни Депп. Джонни Депптің қай киносы мынау? Үйінде тығылып отыратын киносы ма?
Тайное окно. Тайный. Сол емес пе? 500. Иә. Бұл фильм бірінші кезеңде бір сұрақтың мәтінінде болды. Atılık mı oynuyorsun? Деуге де болады. Голодные игры ма? Концер. Өтетін еді это. Марк Уэббтің фильмі 500 күн. Жаздың 500 күні. Әшейін сән ғой 600. Гнездо кукушки. 1975 жылғы фильм. Комедия емес пе? Пролетая над гнездом кукушки. Nад gniazdом Ага. kuşki jakası. Aha, 400. 400. Көп Маған жаңа бердің, маған бермейді. Жазираға берем. минимум ба, максимум ба? Минимум Максимум давай рисковать et. рисковать етпеймін. Максимум қанша екен? Олардың алтауын жинасаң, алтын ала аласың. Сиқыршы Гаргамель олардың халқына шабуыл жасайды. Қартың алтауын жинасың. Жазира ғана жауап бере алады. Иә. Және Жазира жауап. Білмеймін. Ердуған. Мен жауап бере алмаймын ғой. Жоқ, айта бер ғой. Блин. Смурфик. Жауап берсең бола ма? Смурфик. Иә. Смурфиктер. Енді түсіндім. Тақырып көп кейіпкерлер туралы. Жазира? Тесті бітіртайды. Көк 500. Көк 500. Эдрис Эльба бұл кейіпкерді сомдау үшін Уилл Смит секілді боянбаған. Ердуған. Джин. Ердуған. Көк 600. Фильм Дженнифер Лоуренс түскен прокатта ең көп ақша жинаған алғашқы фильмі. Жазира? Люди Икс. Так. Екі тақырып болды бізде. Уақытқа қара 300. Сонымен нұсқалар 41, 42, 45, 39. Мы из будущего фильміндегі кейіпкерлер қай жылға тап болады? Так, соғыс кезіне тап болады олар. Соғыс кезін тапқыламын. Соғыс кезі ғой бәрі. Бастайды. Ойланайық қазір енді. Сен басып қойдың ғой. Қарның басасы 41 дейді. Дұрыс емес. Ердуған. 42 енді. Сыйладым мага десе. Подарка ғой. Енді наугад басам деп ойлағам. Уақытқа қара 400, 20, 50, 30 және 100. Марти Макфлай мен Док Браун Back to Future фильмінде қанша жыл артқа жылжиды? Ердуған жауап берем дейді. 50 дейді, және бұл қате жауап. Жазира? 30 мүмкін. Жазира? Уақытқа қара 500. 2096, 91, 93. Терминатор 2 ақыр заман фильміндегі бағдарламаланған роботтар Джон Коннорды құтқару үшін 2029-дан қай жылға қайтады? А дегенге мән бермейміз. Көрмегенмін мен. Мағжан. Ең ескісі 91. Және жоқ, бұл дұрыс жауап негізі. Да? Иә, 91 бұл бізде 500. Маңғысай үшін. Мен минус 500 көріп кеттім бай? Походу да? 0 болдың сен. Дұрыс қой, 500 еді, 500 минус 500 0 болдым ба?
сонда 2000 бола ма 500-ге 500 мың болады. 1000 болады 2000 деп. Ойбай, то. Так, ертудікі 1300. Аха. Және кеттік. Маған қоспайсың ба? Ертудікі 1800. 1800 бет ерту сенде? Жоқ, 1300. 1300 ғой. Мажан? 1800 көтеруге қолымды қалай бұны? Джордж Клуни ертуға. Сальма Хайек. Сальма Хайек. От заката до рассвета ма? Мына жердегі фразасын білесіңдер ма? Жоқ. Қандай? Сен тұтқынға түстің дейді да Сальма Хайек. Джордж Клуни, мен жақында ғана ажырасқам, поэтому я типа түскен жоқпын дейді. Наоборот, шықтым дейді. Ертуған? Жестко айтыпты ғой. Жестко айтты. Көтергенде қолымды 500. Харрисон Форд қой мынау. Қай киносы мынау? Иә, ерту. Мынау кім еді анау? Райан Гослинг шығар. Райан Гослингпен түскен киносы ма? Мен 2049 ау дедім ана пистолетіне қарап. Иә. Ерту. 600. Ойбау. 90-шы жылғы фильм. Бұл кім? Актриса? Актриса... Білмеймін актрисаны. Бірақ танымал. Аты есімде жоқ. Шварценеггерге қарап тақап тұрған жоқ дос. Славные парни. Хорошие Рэй парни. Лиотта. Славные парни. Мартин Джонни Скорсезе. Депп па? Жоқ. Де Ниро. Уақытқа қара 602, 1, 5, 4. Өзен жағасындағы үй фильміндегі хат алмасқан кейіпкерлердің жас айырмашылығы қанша жыл? Мағжан 4 дейді. Және қате. Эй, давай, шақ, 33% ұтатын шанстар бар, 33% давайте. Мен пасты бастадым. Жазирада ұпай көп. Бірақ ол бір рекорд па бірдеңе қойғысы келіп отқан сияқты. 2 жас. Менде мынау осы сұрақ что-то кеш шықты. Интернет. 3-ші кезең. Достар. Я сценарист, в нем я режиссер. Так, бізде қайтадан Мағжан бастайды. Тақырыптарды түсіндіре кетейін. Түсінікті по идее. Түсінікті по идее дейсің ба? Так. Камео ортақ сын есімді түсіндіре салайын. Бір әріп. Бұл жерде бізде жауапта міндетті түрде бір әріп болу керек. Титулдар жауапта титул болу керек. 2 сөзден тұруы мүмкін, 3 сөзден тұруы мүмкін. Камео көбіне әншілер. Бірақ актерлар да бар. Так, танымал адамдар да бар. Ортақ сын есім деген бұл бізде 2 фильм, бір суреттің ортасы қызылмен бөлінеді. Сол жағында, оң жағында 2 фильм. Осы 2 фильмнің атауында ортақ сын есім бар. Кейбір сұрақта фильмнен кадр, ал кейбірде ойнаған актерларды суреті көрсетіледі. Режиссердің суреті шабыттандыратын фильмдер туралы мәтін сұрақтар. Мағжан? Камео 300. Камео 300. Мағжан? Майк Тайсон. Железный Майк десе. Железный Майк. Мағжан? Режиссер 300. Қандай кинолар бар аның? Ойбо, бұл біреудің туысы деймін ба? Комик-кон. Назарбаев па? Біз оны бірақ басқа атпен білеміз ол кісіні. Бірақ шын аты Көп болды.
түрін білмейді екенмін көп баланы. Камео 400. Камео 400. Мынау кім еді? Сандра Баллок. Қайдағы Сандра Джулия Робертс? Джулия Робертс пе? Қай фильм? 13 Оушенның 13 досы және онда Брюс Уиллис. Брюс Уиллис болып келеді ғой ішіне. Ал Джулия өзі болып Робертс, келе ма? Джулия Робертс болып тұр. Режиссер 400. Козловский. Мека бір подсказка айтсам мағжан тауып қоятын сияқты. айтпағым Айтшы. Танымал фильмдердің бірі Баттон. Бенджамин Баттон ба? Иә. Финчер, ё-моё. көреміз. Мағжан. Мақұл, режиссер 500 ал. Ердуған. Ағайынды руссолар емес па? Мгм. 600. Камео 500. Камео 500. Қандай кино да? Ақта тұр ма? Өзімді ашмай қалған. Ақ форма киіп тұр ма? Сол жақ оң қара жағында. форма киіп тұр. Иә, иә, А, иә. иә. Ё-моё. Кім Е. еді? Әйел ма? Қара формадағы. Бұл Бонд. Зена королева воинов десе. Жоқ, пас. Бонд фильмі. Мадонна. Мадонна. 600. 600. Друзья ғана. Друзья емес. Камеоға. Друзья емес. Как я встретил вашу маму, ма сол кажется. Дәл өзі. Иә, иә, иә. Бритни Спирс ба кім мынау? Әнші. Сол ғой. Иә, сол ма? Мағжан. Қаласың ғой. 600 режиссер. Мынау кім емес пе аты кім еді, ё-моё. Америкалық емес, еуропалық. Біз бұның фильмдерін көбіне бала кезде қарадық. Қазір аса фильм шығарып жатқан жоқ. Ертуған? Люк Бессон. Иә, сол ғой. Ей. Камео. Ерту? Мынау Стен Суркада ойнаған ғой. Иә, Аты айтшы. кім еді? Мен айтамын болмаса. Сразу айтамын. Е-мое. Мағжан? Айтсам. Билл Мюррей. Билл Мюррей. Иә. Солай да солай. Денис Урка деп айтпауым керек сен. Д деп те айтпауым керек. Режиссер 700. Бұл бір фильммен ақ танымал. Бір фильмі 7 ма, 8 ба бөлімнен тұрады жүр. Мынау кім ғой жаңағы? Кім ғой жаңағы Спилберг. звездный войны ғой? Кім ғой Джордж Лукас? Титул. Титулдар 300. Кино проба жобасында питерлік олар Виктор Цойдың әнін айтты. Олар туралы сериал 2023 жылы жарық көрді. Иә, Мағжан? Жоқ, мен шатастым. Барон емес, жоқ. Білмеймін, брат. Шатасқанский. Орыстар ғой.
Корни ма? Король и шут. Мағжан? Мен ба? Иә. One letter. Бір әріп 300. Men in Black фильміндегі ұйымның басшысы осы агент. Агент Мағжан? Әртін бәрін айтсаңыз. Кей. Соңынан бастап көрсеңдерші. Агент Z. Мағжан? Шабыттандыратын фильм көрейікші. Жеңіл атлет жапондықтардың тұтқынына түсті. Бөренені тасымаған. Мағжан? Несломленный ма? Unbroken. Мағжан? Ортақ сын. Ортақ сын есім. Сурет па? Иә. Сол жақта, оң жақта ойнаған. Иә, Жазира. Жасыл. Ай, не болды? Шықпады ғой ішіне. Зеленый фонарь ма? Ашылды бізде. Сразу green деген шықты. Менде де ашылмады. Интернет нашар. Түсіндіріңізші, не тұрды? Сол жақта 2 актер, оң жақта 2 актер. Сол жақта Рейнольдс пен Блайк Лайвли. Оң жақта недегі Кішкенелерді ойнаған. Кімет? Несін? Зеленый шершин ба, не ол? Зеленый шершин ғой, екіншісі кім? Вальц. Кристофер Вальц. Кристоф Вальц. Жазира? Так, ортақ сенесін сөзсіз. Халықтандыратын фильм болды. Ой? Иә. Так, бұл жерде номинал 500. Кім көп тігет, сол сұрақты алып кетеді. Сұраққа жауап береді. 500-ден кем жазға болмайды? Иә, болмайды. Номиналды бассаң 500 кетеді, Жазира. Кім 600 береді екен? 600 дейді. Мағжан, Ердуған. 700 дейді. Бересің бар? Или пас па? Отправить. Так, Жазира. Қалай жауап бересің? Давайте көрейік. 800 дейді. Мағжан? Давай. 900 дейді. Мен арғарай қоймайым. Сонымен Ердуған жауап береді. 900. Шын өмірде болған оқиға желісімен түсірілген фильм. Кейіпкер суығы болатын еден жуатын швабра жазып шығарады. Оңай ғой. Дженнифер Лоуренс не еді? Ердуған. Брэдли Купер. Мен көрмегенмін. Ойбай, қойымыз келеді ғой. Қуаныш. Джой. Қызық мынау негізі вопрос составка деген да. 400-ден алып жүр анау. Неғып 900-ге жауап бердің десе? Ердуған. Көріп шабыт алмайсың ба Ердуған? Иә. Шықпады. Менде де шықпады. Так, Кімде тұр? Скалатор сол жақта. Оң жақта Марк Уолберг тұр. Семья по-быстрому, быстрее пули. Сондай ма? Мынау ашылды, иә, Мағжан? Ашылды, туралы ашылды. Менде де ашылды, прикинь. Екеумізде контакт болып отыр. Ердуған? Безумная свадьба, безумный спецназ. Ердуған? Жақсы несін 500 ашылмады. Менде. Ашылды. Мыналардың ешқайсысын танымаймын. Анау үшіншісін танитын. Қандай фильм екен?
Мына сол жағындағы фильм, сол жағындағы екі актермен ақ тауып тауға болады ғой. Кім еді дейді? Большой Лебовский ма? Анау Большой Лебовский деген адам бәле ма? Е, Бір жерде мұрты бар бейнесінде. анау Большой Стэн. Ертуған? Хороший. Наши динозавры. Хороший, плохой, злой ма анау? Соны қайсысын айтады екен деп ойлаймын, үшеуінің. Ертуған? Бір әріп. Бір әріп. Атауында бір әріп бірнеше рет қайталанатын фильмдегі оның бұл алғашқы жалғыз жетекші актер болған фильмі. От пункта А до пункта А десе. X. 3X қой? 2X па? Иә. 3х деген ба? 3X. Оған дейінгі кімнің, Доминиктің Тарас. фильмдерінде, Тареттан фильмдерінде бізге солай таныс қой. Қалған фильмдерінде айтайын дегенім, мына қызық факттарда тұр екен. Қалған фильмдерінде топпен жүреді екен да әрдайым. И сол осы жалғыз өзі жетекші рөлде болатын алғашқы фильмі екен. Бомба дом. Ерту? Не бар ғана? Хроники. Не, Ридика деген бар емес пе? Ридика кейін шықты ғой. Хьюго Уивинг ойнаған бұл рөлдер ішіндегі бұл ең танымалы. Бір әріп. Қандай кино? Хьюго Уивинг. Фильмді айтсам тауып қоясыңдар ғой. Эл. Вендетта. Туған. Бір әріп 700. 80 жылы шыққан сериалдағы жендеттер тобы осы деп аталды. 2013 жылы сериал бойынша ремейк фильм түсірілген. Лиам Нисон түскен. Десе де жеткілікті ғой. Бір әріп 400. Оған берілетін мінездемеде интеллект 10-нан 10 болса, адамдармен қарым-қатынасы 0. Жазира? Л. Ой. Осын күтіп отырмын, келе ма деп. Так, титулдар 400. Титулдар 400. Режиссер бұл кейіпкерді көрермен толықтығын әзілдеп, карикатура жасағанын қаламадым. Керісінше одан қауіп және үрей жасағым келді, дейді. Жазира? Барон. Гаузен. Айта сал, білсең. Барон. Харконен. Титулдар 500. Титулдар 500. Юрий Никулин Кавказ тұтқыны фильмінде осы әнді айтады. Жауапта титул болу керек. Ё-май, бұл қалай? Мағжан. Немес па жаңағы, ё-май. Қызықтылға кеп біледі осылай. Уақыт. Про медведейді ғана біледі екенсің. Басқа нет. Если б я был султан. Ой, ё-майо. Жазира? Дюма туындысы бойынша 40-қа жуық фильм түсірілген. Александр Дюма. Ертуған? Граф Монте-Кристо. Бәрекелді. Титулдар 700. Персия ханзадасы фильміндегі Бен Кингсли ойнаған кейіпкердің есімі. Көргенмен. Джек Джилленхол. Джек Джилленхол. Есте қалатындай емес менде.
Низам. Иә. Визир ғой, визир. Визир дей ма? Шабыттандыратын фильм 500. Джек Джилленхол бұл фильмге түскенде 17 жаста. Кеңес үкіметі ұшырған спутниктен шабыт алып, ракета жасап шығаруға бел болатын жас өспірім туралы. Және бұл сұрақтың жауабы Мағжан жауап береді. Ал Донни Дарк емес па? Мен подсказка берейін деп жатыр едім, асығып қойдың сен. Иә, мейлі басқа фильмдер қандай? Подсказка айтшы. Тез тапта келді, ай аты бар. Басатын October Sky. көрмеген ай. Ол кемет па? October Sky деген. Келді ғой, айлар болған. Оған берілген таңдаудың... Ноябрь келді ғой. Жақсы. Біреуі үлкен инвестициялық компанияның директоры болып, Феррари автокөлігін міне алады. Бірақ бойдақ болу керек. 2 таңдау беріледі, соның біреуі осы. Бұл қандай фильм? Если б я был султан. Николас Семьянин. Кейдж. Семьянин. Семенин ба? 700. Джулия Робертс бұл фильмде ойнаудан бас тартқан. Кейінгі таңдалған актриса Майкл Оуэр оқыған Мемфистегі мектепке барып, Туидің отбасымен танысқаннан кейін өз келісімін берген. Және бұл фильм оған 2009 жылы ең үздік әйел рөлі үшін Алтын глобус пен Оскар сыйлады. Ертуған? Обратная сторона. Мағжан? Ертуған пас берді саған. Обратная сторона деді. Кейт Уинслет қой, мынау кім еді? Невидимая сторона. Невидимая сторона. Осы есіме түсіп жатыр ғой. Оскар алды ма не ол не? Иә. Алды ғой. Сол. Сандра Боллок. Сонымен, достар, біз финалға келдік. Бәстігеміз. Ертуған, Мағжан ва-банкқа барды ғой. Жазира қанша тігедік? Айтпа. Жазира, дым тікпесе мен... Сонымен сұрақ. 1 минут. Бір актриса басқа актрисалар көпшілік арасында көзілдірік киіп адамдардан тығылады. Ал мен көзілдірік кисем барлығы танып қояды. Бұл маған ұнамайды деп ашуланады. Трилогияға түскен бұл актриса кім? Немесе кейіпкерін жазыңыз. Кейіпкердің атын жазу керек па, или қай кейіпкер екенін Жетеді. Кейіпкердің аты жеткілікті. Ой, блин, мен басқасын жазып қойдым. Мағжан? Жібереміз жігіттер. Бәрекелді. Олай болса, жауаптармен таныс болайық. Мэри Джейн дейді. Бұл бізде Мэри Джейн Человек-паук қоя? Иә. Өкінішке қарай 0. Хатер Харри Поттердегі ұстаз апай дейді. Жоқ, ол да емес. Жазира қалай жауап берді екен? Гермиона Грейнджер. Ол емес. Ол емес. Не үшін Гермионе? Білмеймін. Көздір кимейді ғой ол? Иә. Шатас бірал. Осы не емес па? Көздір. Леди Гага. Ойлап көресіңдер ма тағы? Ойланып көрейік. Тағы жазамыз осында? Жоқ. Жай жалпы. Табу үшін дейді енді, бірден жауапты көрсете алмайын деп. Кім бар ашты? Трилогия. Харри Поттердан қумау керек еді, трилогия дегенге, трилогияны іздеу керек еді. Трилогия ма? Хроники Нарнии емес па? Ашып кететін жоқ қой бөде ешкім.
трилогия Трансфер Экспресс. 노래. Ке? Трансфер экспрессы деген. Блейк Лайвли. Dedi. Неге? Мал кім ойна? Тони Старк қана. Десең, актриса. Актриса деп тұр ғой. Иә, білем. Көзілдірік десе танып қояды. Жақсы, онда жауаптарды қарай берейік. Матрица. Олар есіме Тринити. Керри Энн Мосс. Осымен ойын аяқталды, достар. Бүгінгі пакеттің жеңімпазы Жазира. Құттықтаймыз. Жазира, көңіл-күй қандай сезімдесің? көңіл-күй. Өткенде бөлмелі пәтер берді, ал. енді ұттым. Ау? 3 бөлмелі пәтер. 250 мың доллар. 250 мың доллар. Өткенде не дейсің? Өткенде жеңіліп қалдым ғой, тоже үшеуміз ойнаған кезде. Кім үшеу? Сол кезден бері месяц менде ұстап жүрмін. Өтірік айтамын. Кімге тұл ойын? Алладың деді. Ойнады, рахмет. Ойын статистикасына көз жүгірте кетейік. Жазира 15 сұраққа дұрыс жауап берген, дұрыс емес 3. Ертуған 15 сұраққа дұрыс жауап берген, дұрыс емес 10. Мағжан 12 сұраққа дұрыс жауап берген, дұрыс емес 14. Мағжан өзінің стилінде.